Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва ба'д. Екінші сабағымыз бастаймыз. Ол жерде фасахатул калам. Фасахатул калам. Каламның фасих болу үшін қандай шарттар бар? Егер де сіздерде бір сұрақтар болатын болса, түсініксіз комментария жазсаңдар болады. Мен сол комментарияларды қарап жауап беремін. Фасахатул калам, және ол кітапты мен астыға ссылкаға тастап кетемін. Сол ссылкадан жүктеп алсаңыздар болады. Кітапты алып, ішінен оқып, бірге осыны жалпы негізінде өте тиімді, жақсы, керемет, қызық сабақтар негізінде. Фасахатул калами саламатуху мин танафурул калимати мujтамиатан мин даъф ат-та'лифи ва мин та'қид ма фасахати калиматихи. Екіншісі фасахатул калам. Ол саламатуху, яғни әл-калам, саламату әл-калам, каламға айтады. Сау болуы. Неден? Мин танафурул калимат мujтамиа. Яғни ол сөйлемде, енді біз сөйлемді өтіп отырық қой, сөздер емес. Сөзді алдында өттік қой. Ол сөйлемдегі сөздер не болмау керек? Бір-бірімен жиналған кезде танафур болмау керек дейді. Яғни бір сөз, екінші сөз, үшінші сөз бір-біріне сондай жақын сөздерді сол үшеуін айтқан кезде қиындап кетеді. Сондай болмау керек дейді. Бірақ әрқайсысын қазір ашады. Яғни танафурул калимат мujтамиа. Әр сөзді бөлек-бөлек айтқан кезде жеңіл айтылады, бірақ үшеуін жинап айтқан кезде екі немесе үш бір сөздерді қосып жинағанда қиындайды. Танафурул калимат мujтамиа болады. Ондайдан алыс болу керек. Ва мин даъф ат-та'лиф. Және та'лиф, яғни бір-бірімен қосқан кезде әлсіздік болмау керек. Яғни тәркиб дейді, жүйелік бір-бірімен қосқан кезде дұрыс кәдімгідей мағына сөздер, сол сөйлемдегі сөздер бір-бірімен сәйкес келіп, толық бір мағына, дұрыс мағына беріп тұру керек. Ва мин та'қид, яғни та'қид дегеніміз онда мағынасын ашады бір қазір шарықтарда, бірақ мен сәнде келтіріп кетейін. Таъқид дегеніміз ол мағынаның не айтылып тұрғаны білінбей тұрады. Яғни бір сөзді қолданасың, бір мағына, бірақ қандай мағына жаңағыда имеешь в виду, түсінбей тұрмын, мына сөз қалай екен деп, таъқид муаққат болады да, сосын сен оны уже іздей бастайсың, мына мағынаны қандай мағына, сөзді не айтқысы келіп тұр деген мағына. Ол ондай болмау керек. Муаққат болмау керек әл-калам. Бәлкім әл-калам қандай болу керек? Саламатуху мин жаңағыдай не болу керек? Қандай шарттары бар? Саламатуху мин танафурул калимат мujтамиа. Бірінші шарттардан танафурул калимат мujтамиадан сәлеметте болу керек, және даъф ат-та'лиф болмау керек, және таъқид болмау керек. Ма фасахати калиматихи, және оның ішінде сол сөйлемдегі сөздер фасих болу керек. Яғни алдыңғы сабақта қайталадық, алдындағы баптағы шарттарда келген әл-калима фасиха болу керек. Яғни алдындағыдай жаңағыдай така, немесе жаңағыдай саур деген сөзді басқа жерде қолданып, немесе жаңағыдай маудида, сарфқа, қиясқа бағынбайтын сөздерден болмау керек. Ол сөйлемнің ішінде өзі фасих, әл-калима фасиха болу керек. Түсінікті ғой? Енді бәрін бір-бірден асатын болсақ, бірінші ат-танафур, яғни бірінші ат-танафур wasfun fil kalami yujibu thiqalaha ala lisani wa usran nutqi bihi nahwu. Яғни ол танафурул калимат дегеніміз ол сөйлемдегі бір сондай бір сипат дейді. Оны айтқан кезде, сөйлеген кезде, дыбыстаған кезде қиындайды. Сондай болмау керек. Мысалы дейді, әл-камилде келтіргендей, фи раф'i арши шар'i мислука яшрa'у. Яғни бұл жерде не бар? Танафур бар. Қиын айту. Фи раф'i арши шар'i мислука яшрa'у. Бәрі айн, шин, ра бір-бірімен жақын сөздер. Келесі, валейса қурба қабрин харбин қабру. Валейса қурба қабрин харбин қабру. Бұл жерде де әл-фасаха болмайды, әл-калам, әл-фасих болмайды. Өткені бұл сөздердің өзі бөлек-бөлек айтылғанда, мысалы, ләйса және құрба, қабр, харб,
қабір сөздер бәрі ашық, бірақ бір-бірімен жиналғанда уалайса құрба қабрин харбин қабру біздерге кішкене танафур алып келеді. Сондықтан да бұл танафур болмау керек дейді. Енді астындағы шарттарға келетін болсақ, біріншісін оқимыз. الآن لو نظرنا إلى الكلمات عرش والشرع ويشرع لوجدناها كلمات غير متنافرة. Біз оларды бөлек-бөлек тапқан кезде фасих сөздер ондай бір мутанафир хуруф емес дейді. Ләкин жамъу баъдиха иля баъд южибу танафур. Бірақ олар бір-біріне жинаған кезде жаңағыдай қиындап кетеді, танафур болып келеді. فيكون عدم الفصاحة في الكلام كذلك أيضا كلمة قبر وقرب ليس فيه تنافر بالنسبة للكلمة الواحدة. бір сөз айтқан кезде قبر يعني قرب сөздері تنافر жоқ ол жерде. لكن بالنسبة لضم الكلمات بعضها إلى بعض يكون تنافر فيقال الكلام غير فصيح لتنافر كلماته. يعني бірақ бір-біріне жинаған кезде бұл уже не болмайды, фасих болмайды. Түсінікті. Енді мағынасын ашатын болсақ, жаңағы мысалдың фи рафи арши шар'i мислука яшрау, мен де жаңа оқыдым бірнеше, бірақ соның өзінде тілім қиындау. Яғни сенің шарыңдай аршта көтерілгендей ешкім өйтіп басқара алмайды. Яғни сен басқарғандай ешкім басқара алмайды деген мағына келеді. Олайса құрба қабрин харбин қабру, яғни қабірдің қасында әскери, яғни өлген адам несін айтып тұр ғой. Өлген адам қабірдің қасында қабір жоқ дейді. Яғни мағыналар бәрі ашық анық, белгілі сөздер, тек қана бір-бірін қосқан кезде танафур болады. Жалпы ондай сөздерді айту әл-калам ғойру фасих деп есептелінеді. Дұрыс па? Келесі мысал. Сендер мына кітапты скачать етіп, жүктеп алып өздеріңіз қарап отырсаңыздар болады менімен бірге. Өйткені мен астыға үстіге жылжыды отыру керек. Ноутбуктан қарап отырмын ғой. Ат-Тауил келесі. Каримун мата амдаху вал вара маия ва ида ма лумтуху вахди. Yani karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idha ma lumtuhu wahdi. Yani ma'nасы karimun дейді, мен оны қашан мақтасам, мақтағанымда менімен бірге адамдар да оны не істейді, мақтайды. Ал егер де мен оны бір сөксем, онда мен жалғыз өзім сөгем, яғни адамдар менімен қосылмайды дейді. Түсінікті ма? Біріншісі біздерде фасахатул каламда фатанафур, яғни танафурул калимат мужтамиада мысалдар бәрі келтірілді. Мынаның шархын оқитын болсақ, қазір каримун мата амдаху вал вара ма'i ва ида ма lumtuhu вахди. Хаза байтун қауиюл ма'ана. Жабы мына мысал дейді, мағынасы күшті дейді. Яғни анна ида мадахту фал вара куллухум ямдахунаху. Егер де мен қашан бір оны мақтасам дейді, адамдар менімен бірге оны мақтайды дейді. Ва ида lumtuhu лам ялумху ахад. Бірақ егер де мен оны бір сөксем, ешкім сөкпейді дейді. Әлбәт қауиюн жиддан фиссанаи алал мамдух. Яғни адамды мақтау кезіндегі бір мықты сондай бір бейт, сондай бір өлең, шиғар секілді дейді. Яғни мен қанша жерден оны сөгіп, айқайлап істерсем, бірақ адамдар оған қосылмайды. Оны білет, оның мықты екен, ол бәрібір ондай адам емес екені білет дейді. Лакиннаху мин жихатил балага ғойру фасих лианна калиматихи мутанафира. Бірақ балаға жағынан қарайтын болсақ, бұл бейт негізінде ғойру фасих, өйткені оның сөздері мутанафира. Мутанафира дегеніміз жаңағы амдаху вал вара ма'i ида lumtuhu вахди, яғни қиындау айту. Сондықтан да ол біздерде ішінде қандай қиындықтар болуы мүмкін? Біріншісінде менің ойымда амдаху сөзін айту да қиын, ол бірінші танафур калимада болуы мүмкін. Кейін ол жерде бірнеше сөздермен де амдаху деп екі рет айту, lumtuhu вахди. Бұл біздерде танафуру не болады? Ал-калимат. Екінші шарт біздерде да'у ta'lif ва да'фу ат-ta'lif.
كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور كالإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة في قوله البسيط. يعني وضعف التأليف дегеніміз сөйлем құраған кезде сөйлеу құрамының өзі құрамы әлсіз болуы. Каунул калам, яғни каламның жағдайы қалай болады? Ғойру жарин алал қанунун нахуи. Наху қағидаларына, белгілі әл-мәшһур қағидаларына сәйкес келмейді. Мысалы, дамир айтуда, кал-идмар қабла зикр лафзан урутбатан. Яғни бір сөзге бір дамирді қоса салуымыз мүмкін. Мысалы, бейтуху, қаламуху немесе руайтуху дамирмен идмар қылдық. Бірақ біз идмар дамирмен сілтеп атқан нәрсе айтылмай жатыр. Лафзан, яғни тілінде де, яғни рутбатан дәрежесінде де айтылмай жатыр. Мысалы дейді, мысалы қазір оқимыз, бәрін түсіндіреміз, оның бәрі қалай екен. Жаза бануху абал ғайлани ан кибарин ва хусни фи'лин кама юджа синнимару. Яғни екінші астында оқимыз, шархта. انتبه لكلمة المشهور لو كان غير جار على القانون النحوي المتفق. مына сөзге айтып тұрға. يعني جار على القانون النحوي المشهور. ضعف التأليف болмау керек. يعني انتبه المشهور, يعني белгілі қағидалар. Енді бір кейбір қағидалар бар, ішінде ихтиляф бар қағидалар. Оларға уже ол жүрмейді. لو كان غير جار على القانون النحوي المتفق عليه فهذا لا يصلح أصلا. يعني ол жапы уже келмейді. Yani белгілі. Егер де жалпы барлық ғалымдар, тіл ғалымдары сәйкес келген мәселелерге қарсы келетін болса, онда ол не болады? Уже ол фасих болмайды. فلا يقال إنه كلام غير فصيح بل يقال إنه غير كلام وغير فصيح. Yani жалпы бұл кәлам ғойру фасих деп айтылмайды дейді. Бәлкім біздер ондай сөзді кәләмда емес бұл, фасих та емес. Өйткені жалпы тіл ғалымдары ондай айтпайды, бұлай айтпайды, бұл қате деген сияқты. Мысалы фильбейту деп болады, ал кезде басында оқыған. Солай. Мәсәлән, лау қала қама зайдан. Хада ғойру жарин алал қанун, яғни қама зайдан деп айтса, қама зайдун. Жалпы бұл кәләмда емес, яғни фасих деп айтпаймыз дейді Ибн Усаймин. القانون برفع زيد لكن هذا القانون مجمع عليه أو مختلف فيه. مجمع عليه يعني bir ауыздан бұл қағидаға ғалымдар келіскен. إذن هذا يعد كلاما فاسدا لا يقال إنه كلام غير فصيح بل يقال إنه كلام فاسد. يعني дұрыс емес сөйлем бұл. تركيب لا تجيزه اللغة بأي حال من الأحوال. يعني бұл тәркиб, бұлай сөйлем құрау тілде рұқсат жоқ, яғни қандай жағдайда болатын болса да. Енді жаңа мысалға келетін болсақ, қай жерге келдік біз? Жазабануху абал ғайлани ан кибарин ва хусни фи'лин кама юджа синнимару. Бұл жерде идмар, яғни дамирді, негізі тіл өткен адамдар болатын болса, бізде лафз ва рутба деген бар. Лафз ва рутба. Қазір жазабануху абал ғайлани ан кибарин. Бұл бейт фасих емес. Неге? Өткені жаза, яғни жақсылық жасады, жазакалла хайрин деп айтасыз ғой. Жазабануху, оның балалары, яғни біздерде файл қайда? Вау, бануху. Ха, оның балалары. Ха, балалары қайда? Яғни кімнің балалары? Бану, балалары, ху, оның балалары. Қайда оның балалары? Алдыда ол айтылмады. Яғни жазабануху. Негізі атында айтылу керек. Бірақ одан кейін айтылып жатыр. Яғни бұл айтқанда дамирді айтты, қашан айтты? Оның алдында лафз ва рутбадан бұрын айту керек еді дамирді. Бірінші жаңа лафзды әкесі ма, кім деген. Содан кейін бар дамирді айту керек. Рутбасымен, лафзымен. Бірақ мына жерде дафу талиф болып тұр. Жаңа наху қағидасына қарама қайсы. Мысалы, жазабануху абал ғайлани. Көрдің ба? Ол абал ғайланиге қайтып тұр. Өзінен кейін рутбасының кейінгі сөзге қайтып тұр. Яғни жаза
Бану Абил Гайлани негізінде. Ан кибарин, яғни немесе Абал Гайлани жаза бануху ан кибарин. Яғни біз жай мысал келтіріп айтып отырмық, бірақ енді арабтардан келген нәрсе. Яғни түсіндіру мақсатында. Яғни жаза бануху ха біздерде өзінің кейін Абал Гайлани, өзінің кейінгі лавзан рутбатан сөзге қайтып тұр. Негізінде дамир олай қайтпайды. Бәлкім ол керісінше алдындағы лавзан рутбатанға қайтады. Жаза бануху Абал Гайлани ан кибарин. Яғни Абал Гайланның балдары не істеді? Жақсылық жасады. Ол Абал Гайлан үлкен болған кезінде. Ва хусна фи'лн камма южал синнимару. Яғни Синнимар жақсылық алған секілді. Синнимар туралы бір оқиға бар секілді. Бірақ қазір шақтан қарайықшы. Ибн Усаймин айтқан сақты осы оқиғаны. Үшінші. Амма ауды дамир ала мутаахир лафзан фа рутбатан фа хада фихи хилафун. Яғни дамир қайтады незетқа, лафза және рутбатан өзінің кейінгі сөзге қайту, ол хилаф, яғни. Хада рұқсат жоқ, яғни дұрыс емес бұл деген. Демек бұл бізде фасих болмайды, ол жерде дафы ta'lif болып тұр. Фалидалика кана ауду дамир иля мутаахир лафзан ва рутбатан яж'ал калам гайр фасих. Сондықтан да дамир егерде өзінен кейінгі, өзінің дамир, кез келген дамир өзінен кейінгі сөзге қайтатын болса, лафзан ва рутбатан, онда ол біздерде олай не болмайды, фасих болмайды ол сөз. Еннаху гайру жарин алал канун ал машхур. Өйткені бұл белгілі қағидаға қарсы деді. Енді бануху Абал Гайлани, бануху алха муттасилатун бил фа'ил. Муттасил бил фа'ил, ал фа'ил бізде қайсысы? Вауе бануху. Содан кейін маф'ул бихи болып тұрға. Муттасил, бірақ Абал Гайлан екінші фа'ил болды. Ол түсінікті қазір. Бануху алха муттасилатун бил фа'ил, ва хия та'уду алал маф'ул бихи. Яғни Абал Гайлани дегенге маф'ул бихи қайтып тұр. Жаза жақсылық қылды, бануху балалары кімге? Абал Гайланға. Бірақ сол Абал Гайланға. Фағырға жалғасып тұр. وهي تعود على المفعول به فهي عائدة على متأخر لفظا ورتبة وهذا مخالف للقانون المشهور. يعني جزا تلصل معنى غيطلغان جزا بنوه أبا الغيلان. جزا فعل ماضي مبني على الفتح في محل فمبني على الفتح المقدرة كل بيت لا محل له من الإعراب. يعني بنوه فاعل مرفوع وعلى رفعه الواو والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. بنوه المضاف البنوه وهو مضاف مضاف إليه. бірақ ол өзінің кейінгі сөзге қайтып тұр. Абал Гайлани маф'ул бихи қайтып тұр. өзінің кейін Абал Гайлани аба маф'ул бихи мансуб ва аламату насбихи алиф ниябатан анил фатха лианнаху мин асма'ил ал-хамса. Оның шарты келіп тұр. Яғни мудаф илейхи ал-Гайлани мудаф илейхи иля ахирихи. Түсінікті бұл жерде иғрабпен түсінікті қылдық. Үй салып берді. Үй дедік па, әлде бір сарай салып берді дейміз. Үлкен сарай. فَلَمَّا انْتَهَى مِنَ الْقَصْرِ وَمِنْ صُنْعِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَسْكُنَهُ الْمَلِكُ.
яғни енді бұл салып болғаннан кейін енді өзі қопаны тек қана не патша келіп сол үйге тұру ғана қалды дейді. Саидал малику بالباني الذي هو السنمار ثم رمى به من فوق على الأرض خوفا من أن يبنى مثله لأحد غيره. Яғни және ол салып болғаннан кейін патша жаңа Синемар деген сол сарайды салған адаммен бірге жоғары көтеріледі. Жоғары көтерілгеннен кейін сол жерден оны астыға қарай итер жіберіп, в общем, қайтыс болады ол кісі. Не үшін істеді десе, жаңағыдай осындай сарайды басқаға да біреуге салып бере ме деп бір қорқынышты себеппен дейді. Факана мадрабал мисал. Содан кейін не сөйтіп мысал болып айтылып кетті арабтарда. Синемарун бада ан ахсана бина ахлил қаср жазауху ан юрма бихи мин фауқ. Яғни бір адам жаңағы жақсылық жасайтын болса, оның жақсылығы жаңағыдай үлкен сарайдың үстінен лақтырып жіберу ма деген сияқты. Сонда менің жақсылығым осындай ма деген секілді. Біреу саған сен оған жақсылық жасап, оған саған жамандық жасаса, соған мысал келтіретін болған арабтар. Яғни вайндал амми масалун юқарибу лихада. Кейбір қарапайым жалпы адамдарда сондай бір мысалдар бар дейді жалпы арабтар. Раджулун хаджа ала баирин мин баладихи хатта раджа илейхи على هذا البعير فلما وصل إلى البلد ذبحه وجعله وليمة لقدومه من السفر فيقول العوام يعني جزاء ناقة الحج ذبحها. هذا كلام العوام، وأما هو من حيث الشرع لا بأس به. رجل ركب البعير وحج به ورجع وهو في غنى عنه فذبحه. يعني жалпы қарапайым адамдардың арасында мысал бар дейді. رجل حج على بعير. Түйемен бір мінетін көлікпен, түйе болсын, өзінің елінен неге барады? Хадж жасауға, жаңағыдай сапар қылуға барады. Сапарға сол көлікпен барып, сосын кейін қайтып келеді. Қайтып келгеннен кейін сол үлкен сапар, қажылық жасағаннан кейін ол түйені бір қонақ шақыру үшін, қонақ қылу үшін, жаңағы валима той жасау үшін түйесін сойып тастайды. Сол парып келген түйемен. Сол кезде адамдар жаңағыдай мысал келтіреді. Жазау нақатин әл-хаджи табхуға. Яғни хажға апарып келген түйенің жазасы оны сойуы дейді. Яғни қажылыққа апарған түйенің жазасы сойылуы дейді. Сондай бір мысалдар айтылатын болған арабтарда. Сонымен осымен аяқталды. Келесі